Көктемде өзендер кемеріне сыймай асып тасқан кезде жайықтан тарап, негізгі су арнасынан бөлініп қалған көлшіктердегі балықтарға қырылып қалу қаупі төніп тұр. Сондықтан балық қорғау мекемелері жыл сайын майда балықтарды қолмен құтқару шараларын ұйымдастырады. Бұған өңірдегі ірі компаниялардың жұмысшылары да өз еріктерімен қол ұшын беріп, табиғатты сақтап қалуға белсене араласуда. Бір ғана Махамбет ауданында су көтерілген кезде бөлініп шыққан аумағы ондаған гектардан асатын 22 көл бар екен. Бұл көлшіктерде миллиондаған балықтар өмір сүріп жатыр. Алайда күн ысыған сайын осы көлшіктердің тең жартысы тартыла бастайды. Суы тым таязданып кеткен көлдердегі балықты қолмен тасығаннан басқа амал жоқ. Ондағы тіршілік иелеріне де қауіп төнетін сәт осы кезең. Осы көлдерде жақсы мүмкіншілік болса, қыста мұзын ойып, ауа жіберіп, жазда айналасын тазалап, мына малдың тезектерін суға түсіртпей, себебі ол су ластанса, ондағы жағдайда өзгереді. Судың құрамы бұзылады. Күн ысыған сайын бұнда кислород, жаңағы оттегі дейміз ғой, судағы ерітінді оттегі азаяды. Соны қалыпты уақытта біздер анализ тапсырып отырамыз лабораторияға. Айына 2 рет, күн ысып баратса 3 рет. Кеңестік заманда мұндай шараларға мектеп оқушылары, студент жастары мен бүкіл кеңшар ұжымшарлардың мүшелері жұмылдырылатынды. Қазір тек балық қорғаушы мекеме өкілдері ғана жауапты. Дегенмен ерікті табиғат жанашырлары да жоқ емес. Аймақтағы ірі мұнай компанияларының жұмысшылары да сауапты іске мұрындық болып, балық қорғау шараларына барынша атсалысуда. Осы көлде құрғатылып қалған жайықтың көлдерінен мыңдаған молектерді шығарып, жайыққа төгіп жатыр. Сол енді сол бірінші мақсатымыз сол. Осы балықтар қорғайтын мекемесіне пайда болып деп, өздеріміздің көмектерімізді беріп жатыр. Бұйырса балдарымыз, немерелеріміз осы жақсы бір балықтар, баяғыда болған судақтар жесін деп, икраға тойсын деп, осы көңілімізді бөліп жатыр. Бұл бір жағынан қала тұрғындар үшін сенбі жексенбі күндері таптырмас демалыс болса, екіншіден қоршаған ортаға деген оң көзқарастың қалыптаса бастағандығын көрсетеді. Көпке үлгі бұл қадам болашақ ұрпақтың да осы табиғи байлықтың игілігін көруіне, әрі жастардың өзін тәрбиелеуге де септігін тигізбек. Жалпы еріктілер тобы әр маусым сайын 4 миллион данаға жуық балық құтқарады екен. Ал бүгін құтқарылған әр жабақ келер көктемде уылдырық шашып, миллиардтаған балыққа айналары даусыз. Бекен, Әли Рахым, Әзілхан Уахитов, Амантай Матенов, Атырау облысы.